Hey, барлықтарына сәлем достар, сіздермен Мұртбек арнасы. Иә достар, бүгін біз видеоның атында тап тұрғанда сіздерге қалай ақша табу керектігін жолын айтатын боламын. Иә достар, сол үшін сіздермен лайктарды басып, арнаға тіркеліп, және комментарийға қалаған бір комментарийді сіз жазып кетіңіздер. Осы видео қалай болды, сол туралы жазып кетіңіздер, иә достар. Ал енді мен сіздерге осы видеоны білетін түсірген болатын, бірақ ол кезде нақты дұрыстап тұрып айтпадым. Қалай интернеттен ақша табу керек екенін. Енді осы жолы егжей-тегжейлі айтатын боламыз, иә достар. Ал біз көп сөз видеомызды бастайық. Иә достар, мінекей біз енді кірдік жаңағы сайтқа. Ендігі бұл сайттан қалай ақша табуға болады және қалай ақшаны шығаруға болады, бүгін соны айтатын боламыз. Алдыңғы немене видеода сіздер осы туралы видео шығарған кезде сіздер 300-ден астам лайктар жинап тапсыздар және комментарийлер, көп комментарийлер. Соның ішінде айтады, мен кивимен шығара алмай қойдым, қалай шығарады. Сол туралы бүгін егжей-тегжейлі айтатын боламыз. Иә достар, бұл мінекей менде қазір 16 рубль тұр. Негізі менде 100 рубль болды. Алдында ғана мен сол 59 рубльін шығарып алдым да 100 алмазға донат жасадым интернет арқылы. Иә достар, бұдан ақша табу оп-оңай. Мінекей новые деп тұрған жасыл суретті басамыз. Мінекей осының ішіне мінекей тұр, мінекей заказ деп тұр. Заказ. Бұны установить етсеңіздер, сіздерге 1 рубль береді, және оны кішіне кіріп ойнасаңыздар тағы 1 рубль береді. Мінекей осы заказды қалтасыз, мінекей 2-ден 44 рубль, 21 рубль, 21 рубль дейді, 4 рубль, 3 рубль, 2 рубль, 2 рубль, 2, 2, 2. В общем, түсінгендеріңіздей, осылардың біреуін таңдайсыздар. Мінекей кірдік біз ішіне. Инструкция дейді. Жарайды. Бұларға в общем, мыналарда инструкция деп шығып тұр. Иә, мінекей достар, мінекей инструкция деген бас көрейік. Жоқ, бұл келмей қалды. Бұда немене адвертаптың ішіне кіріп кетеді. В общем, мінекей бізде осындай сайттар шығатын болады. Иә достар, заказ 2 дейді. Мінекей екінші заказға кіріп атымыз. Мінекей қазір тезірек шықсын. Ал кеттік. Мінекей шықты. Заказ. В общем, мынада мінекей айтып тұр. Осын кіресіздер, міне выполнить дегенді басасыздар. Мен баспай қойын енді, мінекей сіздерге қысқаша айтайын. Осын көшіресіздер, сіздерге бір нәрсе рубль береді. Одан кейін оның ішіне кіресіздер, ашып біраз 5 минуттай ойнайсыздар. Сол кезде сіздерге тағы да 1 рубль қосып беретін болады достар. Мен мінекей жинадым. Енді достар, бұны қалай немесезек болады? Менің промокодыммен сіздер кірсеңіздер, бұдан сіздерге 5 рубль сразу береді. Мінекей нәжеде тұрғандай, ваш код приглашен деген деп тұрған, мінекей 6i8pi8. Осын терсеңіздер, сіздерге сіздерге береді. 5 рубль береді. Кіре салсымен, мінекей, міне бүкіл осы кезге шейін жейді. Мен бұны көп істеп жүрген жоқ. Анда-санда бір кіріп істеп қойым. Мінекей соның ішінде мен 77 рубль шығарған екенмін. Бұл 200 алмаздың немесімен тең десек те болады. Ал достар, мінекей ендігі бұны ақшаны қалай шығарады, бағыттарына сол қызық. Достар, мен мінекей қалай орындау керектігін айттым, және қандай промокод екенін де айттым. Мінекей тағы осы жылы экранда көрсетейін. Мінекей осы промокодты терсеңіздер, сіздерге 5 рубль беретін болады, иә достар. Ал енді бұдан қалай ақшаны шығарады? Мінекей профиль дегенде мен осы көзге шейін істегендер мінекей. Өше достар, бұдан марафондар өтеді. Әр апта сайын марафондар. Қысқасы ақша тігіп, ақша толасыздар. Иә достар, бірақ қазір осы аптада бітіп қалды, бүгін бітіп қалды, енді ренжімеңіздер. В общем, мінекей деңгейге кіреміз. Енді мінекей мобильный счет, киви кошелек, веб money, история выплаты дейді. Мен осы көзге шейін мінекей 60 рубль, 48 рубль. Демек бізде 108 рубль шығарған екен. Мінекей мен достар, өздерің көріпсі, мен 100 рубль шығарғам. Ендігі жайды оны қалай шығару керектігін айтатын боламыз ендігі. Мінекей киви кошелектенге кірсек, осындай нәрсе шығып кетеді. Қысқасын айтқанда, бұл қазір жақында осы киви кошелекті іске қосатын болады. Қазірше қосылмаған екен. Кивидің бір бастықтармен келісімге келмей отыр ма, білмей тұрмын. Нақты білмей тұрмын. Енді мінекей мобильный счет дегенді басамыз. И поэтому міне сумкамыз. Егерде сіздерде кемінде 30 рубльден асу керек. Я достар, 30 рубльде асу керек. Мінекей нәжеге мен қанша рубль жасам болады қазір? 60 рубль дейік мінекей. Да, енді басамыз. Окей. Мінекей менің шығаратын ақшам 60 рубль. Мінекей нәжеге мен нөмірім жазылыпты. Енді нөмірді көрсетпей қойын. Мінекей нөмір жазылыпты, но мен нөмірім емес.
В общем, жазылып тұр әйтеуір нөмір. Енді қалай істейміз дедік, осында VVC дегенді басамыз. Қазір менде 60 рубль жоқ. 16 рубль шығам екен, көрейік қазір. Нақты білмеймін, 16 рубль шықпайды болса. 16 рубль мінекей жаздым, ал VVC. 22 рубльден асу керек екен. Минимальный сумма дейді, 22 рубльден асу керек. В общем, солай достар, мінекей осы шығарудың жолы. Көп мінекей комментарийлерде қарасаңыздар, қалай шығарамын, шығарпайды ғой деп жазып кетті. Енді сіздерге нақты түсіндірдім. Kiwi арқылы шығара алмайсыздар. Kiwi жақында қосылады мінекей. Жазып қойған ғой мына жерде. В ближайшее время выходит в Kiwi деп тұр. Жақын арада Kiwi'ді қосамыз деп тұрған. В общем, Kiwi қосылады деген сөз. Ал енді бұдан басқа нелер бар екен? Рейтинг деген бар екен. Рейтинг дегенді мен енді көп көрмедім. Бұда ең көп ақша тапқан адамдар тұратын екен. 726 тапсырма орындаған екен. Мен бұлардың ішінде ең соңғы және де бұларда приздар береді. Мінекей призді 25 рубль. Топ 100 пользователь неделейді. Егер сіздер күнде орындап отырсаңыздар, сіздерге күнде 125 рубльден беріп отырады. Ал егер ай сайын егер бір ай өтсе, сіздерге 50 рубль береді екен. Тегінен 50 рубль бересет, бұл да нормаль. Енді мінекей ең көп ақша тапқан 702 тапсырма орындаған. Енді есептеңіз, 702-ні 5-ке көбейтсең бәленбай рубль шығады, иә достар. Енді сіздерге осы видео қатты ұнады деген ойдамын. Осы видеоға кемінде 100 лайкты жинап тастайық. Сіздермен болған мен Лордбек арнасы, иә достар, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Осыны орындап ақша табуды ұмытпаңыздар.